Сәлем достар, привет, друзья, merhaba arkadaşlar, каналыма қош келдіңіздер, мен Айнұр. Бүгін мен сіздерге шашқа арналған керемет май көрсетемін. Бұл май таздықты, аллопецияны, ерте ақ шаш түсуді, еркек типінде шаш жоғалтуды емдейді. Бұл біздің әжелеріміз қолданған 100 жылдық рецепт. Рецепт 2 ингредиенттен тұрады. Алдымен бізге аршылған бір пияз қажет. Пиязды турау керек. Мен бұл үшін блендер қолданамын. Үккіштен де өткізуге болады. Дайындалуы оңай, бірақ әрекеті өте керемет май. Пиязда шаш тамырын нәрлендіретін және олардың өсуін ынталандыратын дәрумендер мен минералдар бар. Пияз шырыны күкірттің көп мөлшерін қамтиды. Күкірт ағзаның қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін элементтердің бірі. Күкірт шаштың құрамындағы кератин синтезіне қатысады және оларға сау көрініс береді. Туралған пиязды табаға салыңыз. Жасалғаннан кейін бұл майды тоңазытқышта айлар бойы сақтауға болады. Оған ештеңе болмайды. Енді 100 мг зәйтүн майын қосыңыз. Зәйтүн майы шаштарды тегістік пен жылтырмен қамтамасыз етеді. Олардың құрылымын жақсартады, өсуді ынталандырады, шаштың қалың және сау етеді. Пияздың иісін азайту үшін біз оларды аздап пісіреміз. Табаны орташа отқа қойыңыз. Қайнағаннан кейін 5 минут қуырып оттан алыңыз. Пияздың күйіп кетпеуі үшін қадағалаңыз. Сіз оны үнемі араластыруыңыз керек. Тағы 5 минут қуырып оттан алыңыз. Майды салқындату үшін қалдырыңыз. Салқындатылған майды сүзіңіз. Өте сезімтал теріге ие адамдар үшін майды қолданар алдында оны аллергиялық реакцияға сынап көріңіз. Бұл майды жүкті және бала емізетін әйелдерге ұсынбаймын. Майды аптасына 2 рет қолдану керек. Массаждық қозғалыстармен майды бас терісіне жағу керек. Майды жағу үшін инесіз шприцті қолдансаңыздар болады, немесе қолмен жағыңыз. Басымызға полиэтилен пакет пен бони киеміз. Майды басымызда 30 минут ұстаймыз. Соңында шашыңызды әдеттегі шаш сусабынымен жуыңыз. Мен супер майды шыны ыдысқа құямын. Осы майдан кейін шашыңыз ессіз өседі. Соңында пияздың иісін басу үшін мен лаванда эссенциясын шамамен 3-4 тамшысын қосамын. Бұл бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Олар да осы керемет шаш майын қолданып көрсін. Майды тоңазытқышта сақтаңыз. Назарларыңызға рахмет. Менің видеоларымды жіберіп алмау үшін лайк басып каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, достар. Hoşça kal. Пока-пока. Будьте здоровы.